орта мектебінің 2-90 бойынша және 1-ші жылдық бойынша математика, информатика пәндер білімінің сапасы туралы мәлімет жасаймыз бүгін. Негізгі тақырыбымыз біздің білім сапасын арттыру жолдары. Бірлестікте 9 мұғалім жұмыс жасайды. 9 мұғалімнің бәрі жоғарғы білімді, 1 педагог сарапшы, 4 модератор, 4 жалпы санатты мұғалімдер бар. Биылғы жетістіктеріміз біздің математика сабағында белсенді қатысып, онлайн интеллектуалдық ойынға қатысқан жеңімпаздарымыз бар. 5-ші А сынып оқушысында Бекбосын, Дүйсен, Тілеуберген, Давыдов, Латев и Хиямова. 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталған оқушылар екен Абидов, Мамедов, 2-ші дипломды марапатталған оқушылар екен. 6-ші сыныпта бізде Тұрсынбай, Нұрқожа, Байлық 1-ші орын дипломмен марапатталған. 7-ші сыныпта Дүйсен Болат, Бақтырбек, Махамбай, Бекбосын 2-ші дипломмен марапатталған. Нұрлыбек 8-ші А сыныбында 2-ші дәрежелі дипломмен, 9-ші А сыныбында Тұрсынбай Алтынай 1-ші дәрежелі дипломмен, 10-ші сыныптарда Кадибекова, Нұрмахамбет, Жабағиев, Бекбосында 2-ші орын дипломмен марапатталған. И 11-ші сыныптарында Гусейнова, Караева, Халилова, Мамедгасанова, Гахраманова 1-ші орын дипломмен марапатталған. Біздің жетістіктеріміз бірінші алдықта біз облыстық семинарға біздер математика сабағында белсенді әдістерді қолдану тиімді жолдарында қатысқан әріптесіміз Албай Мақпал. 2-ші тоқсанда бізде жетістік бар. Алтын Сақадан бізде Алтын Сақа офлайн олимпиадасына барып қатысқан оқушымыз бар. 5-ші және 6-ші сынып оқушылары. 5-ші сынып оқушысы Химамова и 6-ші А сынып оқушысы бізде Абразар және жүлделі жеңімпазымыз 2-ші орын дипломмен марапатталған. 2-ші жарты жылдықта мен қатысқан семинарға Байтұрсынов атындағы мектепте пиза тапсырмаларын шешу пиза олимпиада есептерін шешу жолдарының тиімді әдістерін қолдану тақырыбында сіздермен бөліскен болатын қандай жұмыстар бізде ол жерде атқарылды. Бізде 1-ші ашылдықта болды пиза олимпиадасы нәтижесі бізге белгілі болады деген 6 айдың көлемінде. Және де бізде аудандық тестілеу нәтижесі болды. Ол тестілеу нәтижесінде бізде 9-шы сынып, 10-шы және 11-ші сыныпта қатысты. 10-шы сыныпта қазақ сыныбы 64% көрсетті, білім сапасымен бірдей қылып. Және де 11-ші сыныпта қатысты, тоже өздерінің білім сапасымен бірдей нәтижеге ие болды. Енді біздің атқарылған 2-ші тоқсан бойынша білім сапасының көрсеткіштері. Бізде 5-ші А сыныбында 27 бала, 67%, 6-шы Б-да 18 оқушы, 67% көрсетті, 5-ші Б 80%, 6-шы А 79%, 6-шы Б 67%, 7-ші А 70%, 7-ші Б 76%, 7-ші А 70%, 7-ші В 76%, 8-ші В 65%, 10-ші А 60%, 8-ші А 69%, және де 9
9А 62%. Информатика сабағы бойынша 5А оқушылары 71%, 7А 89%, 8А 62%, 10А 80%, 11А 74%. Келесі бізде информатика сабағы 2 топқа бөлінгендіктен, келесі сол сыныптың пайызы 5Ада 85%, 6А 65%, 6Б 77%, 6Б 72%, 7А 64%, 7Б 82%, 9А 75%, 9Б 92%, 8Б 93%. Жалпы математика пәні бойынша бізде орташа көрсеткіш сапалы. Математика және алгебра сабағынан 64%, геометрия сабағынан 62%, және де информатика пәнінен 76%-ға көрсеттіңіз. Бұл алдыңғы 90-мен салыстырған кезде 1-2%-ға біздің көрсеткішіміз жоғарылаған. Енді қорытатын болсақ, бізде информатика пәні мұғалімдері Давлетбаева Бақытгүл, сіздің көрсеткішіңіз 75%, Жуанбаева Наркес, сізде 65%, Сагимбекова Айгүл 79%, Ольга Николаевна сізде 85%, Ольга Садыгова 64%, Мақпал Батырбекқызы 65%, Нұрсұлу әпкесі де 64%, Раушан әпкесі де 68%, Алмас сізде 65% көрсетіп отырсыздар. Енді бүгінгі негізгі тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі біздің тақырыбымызды баяндап беретін әріптесіміз Мақпал Батырбекқызы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Рұқсат етсеңіздер, мен баяндамамызды бастайын. Баяндамамыздың тақырыбы математика пәнінен білім сапасының жолдары. Қазақстан экономикасының орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасында білім беруді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар бекітілген. Бүгінгі білім беру саласындағы проблемалар орта білім жүйесінің қазақстандық қоғам дамуының қазіргі заманғы талаптарына және әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу шарттарына сәйкес жаңғыртуды талап етеді. Маңызды мәселелерді шешуден жас ұрпақты сапалы да саналы ой еңбегімен тәрбиелеуде математиканың алатын орны ерекше. Қазіргі заман математика ғылымының өте кең жан-жақты тараған кезеңі. Ал талапқа сай математикалық білім берудің басты шарты математикалық мәдениеттіліктің деңгейін көтеру болып табылады. Қазақстандағы математикалық білім беруді жаңғыртудың мына бағыттары бойынша өзекті мәселелерді қарастырып өтсек, яғни бірінші, математикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету, педагогикалық кадрларды даярлау проблемалары, дарынды балалармен жұмыс істеу проблемасы, математика саласына ғылыми және педагогикалық қызмет саласындағы талантты жастарды тарту, үздіксіз математикалық білім беру, математикалық ресурстық және білім беру орталықтарын құру, математика сабақтарын оқулық және әдістемелік қамтамасыз ету, математика пәні мұғалімінің жаңа жағдайларының мәртебесі. Осы мәселелерді қарай келе, әрбір мұғалім өз жұмысына тұжырымдама жасағаны жөн, яғни мен өзіме төмендегідей тұжырымдама жасадым. Қазіргі таңда математика пәні мұғалімдері, яғни басқа пән мұғалімдері жан-жақты дамыған мұғалім болу керек. Бірінші тұжырымдамам ұстаздық педагогикалық әрекетінің мақсаты мен міндеті, яғни біз ең алдыменен алдымызға мақсат қойып, міндетімізді айқындап алуымыз керек. Екінші тұжырымдама мақсат пен міндетті жүзеге асыру үшін біз белгілі бір
құралдарды ойлап табуыңыз керек. Үшінші, мақсат пен міндетті жүзеге асыру үшін жағдай жасап алуымыз керек. Ең соңғы нәтиже, яғни барлығын біз әрдайым қорытындылап отыруымыз керек. Енді бірінші ұстаздық педагогикалық әрекетінің мақсаты мен міндетін айқындай келе, өткізілген сабақтардағы іс-әрекеттерді осылай бөліп көрсеттім. Яғни сабақ барысындағы мұғалімнің іс-әрекеті және оқушының іс-әрекеті. Мұғалім ең алдыменен тақырыпты қызықтырады, ой қозғайды, ең құнды мәселелер анықталады, қорытынды жасауға бағыттайды, шығармашылық дамуға бағыттайды, жан-жақты талдауға, зерттеуге, салыстыруға үйренеді. Ойларын еркін айтуға жол ашады. Оқушының іс-әрекеті мұндағы оқушымен қарым-қатынас жасарады, ізденуге, жаңа ақпаратқа ұмтылады, жеке, жұппен, топпен жұмыс жүргізеді, мәтінмен өздері танысады, шығармашылық дамиды, интеллектуалды даму деңгейін көтереді. Екінші тұжырымдама бойынша ол құрал-жабдықтар, яғни біз АКТ пайдалануымыз керек, кітаптарды пайдалануымыз керек, және де басқа да бізге белгілі ресурстарды пайдалана білуіміз керек. Енді үшінші тұжырымдама бойынша тоқталып өтсем, мақсат пен міндетті жүзеге асыру жағдайы, ол мұғалімге және оқушыға қойылатын талаптарды жалпы осында көрсетіп өттім. Ең алдыменен мұғалімге атап өтетін болсам, мақсат пен міндетті белгілеп, түпкі нәтижені анықтау. Яғни оқушыға мұғалім сұрақ қоя білу керек. Нені және неліктен үйретеміз деген. Сабақ беру сапасын жетілдіру, жаңа технологияларды, озық тәжірибелерді, тағы басқа әдістерді тиімді қолдану, шығармашылық жұмыстар жүргізу, қиындық тудыратын бөлімдерді, тақырыптарды анықтау, қосымша жұмыстарды жоспарлау, кәсіби өсу, өз білімін үздіксіз жетілдіріп отыру, оқушының жалпы мүмкіндіктерін зерттеу, төменгі сыныпта қажетті білімді меңгеруді де анықтау, нашар, үлгермеушілер және жақсы оқитындар оқушыларды, яғни үлгерімі төмен, үлгерімі жоғары оқушыларды анықтап алу, оқушының даму деңгейін интеллектуалды сатыға көтерілуіне көмектесу. Оқушының оқу-танымдық қызығушылығын арттыру, өз бетінше есеп шығарудың сан қилы жолын іздестіру, пәнге қызығып, оған көңіл қойып тереңдете оқып үйрену, сабақ барысында қолданылатын ойындарға, математикалық сайыстарға, жарыстарға, олимпиадаларға қатысу, әр сыныптағы материалды жетік меңгеруге ден қою, өз бетінше шығармашылық бағытта жұмыс жүргізу. Математика пәнін оқытудың кейбір мәселелерін атап өте кетсек дейміз. Ол бірінші, математиканы оқытудың мазмұны туралы. Бізде математиканы оқыту ісі, оның теориялық негіздерін, классикалық бөлімдерін терең меңгертуге бағытталған. Бұл бағыттағы жаңа көзқарасқа келетін математиканы оқытуда практикалық мәселелерге көп көңіл бөлу қажеттілігінде болып отыр. Соңғы кезде ғылымның негізгі жетістіктері мен мәселелері қолданбалы салаға бағытталғандықтан, олар мектеп бағдарламасына енуі қажет. Ықтималдық теориясы, статистикалық әдістер, математикалық модельдеу және басқа бөлімдер математика пәніне кеңінен енуі қажет. Бұл әлемдегі кең тараған үрдіске сай екендігінің мысалы ретінде PISA халықаралық зерттеуін атап кетуге болады. Математика пәні бойынша білім сапасын арттыру бұл бізде ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы жылдары математика пәнін оқушылардың меңгеру деңгейі төмендеп кеткені байқалады. Республикамыздағы ұлттық бірыңғай тестілеу мен халықаралық зерттеулер нәтижесі оның айғағы болатындай. ОБТ нәтижесі бойынша математика пәні оқушылардың ең төменгі деңгейде меңгерген сабақтарының қатарында тұр. Ал математика оқушылардың жан-жақты ойлау қабілетін дамытатын ғылым. Демек, бұл жерде пәнді оқытуда, тәжірибе алмасуда артта қалуға болмайды. Сол себепті математика пәнін оқытуда ерекше көңіл бөлу қажет. Осы мәселелерді ескере отырып, математика бағдарламасының талаптарын жетік талдап, оны орындауға күш салу керектігі айқын көрінеді. Білім сапасын арттыруға негізгі әсері бар сабақ екені белгілі. Сабақтар барлық талаптар ескеріле отырып өткізіледі. Яғни сабақ оқу үрдісіндегі мұғалім ізденісінің нәтижесін осылай екіге бөліп көрсеттім. Ол бірінші дәстүрлі сабақ, екіншісі дәстүрлі емес сабақ. Дәстүрлі сабағымыз біз күнделікті өткізіліп жүретін үйреншікті сабағымыз. Дәстүрлі емес сабағымызға түрлендіріп, жаңа технологияларды қолданып өткізетін сабақтар. Яғни жарыс, ойын, диспут, пікірталас, конференция және тағы да басқа сабақтың түрлерін жатқызуға болады. Сабақ өткізбес бұрын сыныптағы әрбір
оқушының білім жағдайын анықтап аламыз. Олармен жұмыс істелетін жұмыстар да алдын ала белгіленгені жөн. Соған байланысты мен сіздерге жаңа технологияларды математиканы оқыту барысында пайдалану бойынша кестені көрсетіп қойдым. Технологиялардың қазір түрлерін атап өтсем, дамыта оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы, тесттік технология, ақпараттық технология, проблемалық оқыту технологиясы, Шаталовтың оқыту технологиясы, Қазанкиннің есеп шығару технологиясы, Монаховтың технологиясы, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, яғни 11 технологиядан тұрады екен. Енді білімді тұлға тәрбиелеуде ең басты 4 схеманы алдым. Ол сабақ, шығармашылық жұмыс, пән бойынша сыныптас жұмыстар, жарыс, сайыстарға қатыстыру болып табылады. Мектепте сапалы білім беру, баланы оқытуда, тәрбиелеуде басты міндет балалардың қабілеттерін жан-жақты ашу. Осы себептерге сәйкес математикада, алгебра сабақтарында және геометрия сабақтарында өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруды дұрыс деп ойлаймын. Оқушылардың өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастыру сабақ сапасының артуына септігін тигізеді. Теориялық білімнің терең, бекіп, жүйелі қалыптасуына, өздік жұмысқа берілетін есептер мен жаттығулардың дұрыс таңдап алынып, қарастырылуына байланысты болады. Өздік жұмыс кезінде оқушылар оқулықпен және дидактикалық материалдармен, газет журналдармен жұмыс істеуге үйрене бастайды. Өздігінен білім алуға талпынады. Жұмыс нәтижелі болса, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. Математика пәнін оқытуда өздік жұмысқа көп көңіл бөлу қажет. Әртүрлі жаттығулар орындау барысында математикалық түсініктер бекітіледі. Есептеу дағдылары қалыптасады. Геометриялық фигураларды сыза білуге оқушылардың кеңістік жөніндегі көзқарасы дамиды. Өз бетімен өмірде пайдалана алуға үйренеді. Өздік жұмыстарды ұйымдастыру мынадай талаптар орындалуы қажет. Өздік жұмыстың мазмұны бағдарламаға қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті. Өздік жұмыстар түрлі және мазмұны жағынан әртүрлі болуы керек. Әрбір өздік жұмыс тексеріледі және бағаланады. Өздік жұмысты тек қайталау кезінде ғана жүргізбей, сабақтың барлық кезеңдерінде орынды жерінде өткізу керек. Өздік жұмыс ұйымдастыру формасы мынадай: жеке оқушымен, топпен жұмыс барлық оқушымен болады. Өздік жұмыстардың негізгі түрлері оқулықпен жұмыс, жаттығулар, практикалық жұмыстар, тексеру, бақылау жұмыстары, сын жұмыстары, шығармашылық жұмыстар, рефераттар және баяндамалар жасау, тәжірибе жасау, тест жұмысын орындау болып табылады. Жақсы нәтижеге жету үшін әрбір жұмыстың мониторингісі талдауы әрдайым жасалынып отыруы керек. Математика арнайы білім беру пәні ғана емес, сонымен қатар оқушылардың логикалық, интеллектуалдық ойлау қабілеттерін шыңдай түсетін, дүниетанымының кеңейетін бірден-бір мықты құрал. Оқушыларға білімді тиянақты меңгерту, интеллектуалды жастарды тәрбиелеу әрбір пән мұғалімінің міндеті десек қателеспейміз. Әр мұғалім өз тәжірибесіне орай әдіс тәсілдеріне қарай түрлі бағытта шаралар, интеллектуалдық ойындар, олимпиада, жарыс түрлерін ұйымдастыра алады. Сонымен бірге қазіргі техниканың дамыған заманда мұндай шаралар ұйымдастыру тиімді болады және оқушылардың пәнге жалпы білім алуға деген қызығушылықтарын оятатынына кәміл сенеміз. Ал осындай шаралар кезінде оқушыларға берілген тапсырмалар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдап, олардың үнемі ізденісте болуына көп әсерін тигізеді. Тапсырмалар пән бойынша пәнаралық және танымдық деңгейлерін күшейту бағыттарында берілуі екені түсінікті. Осындай мақсатта мектепте жыл сайын тұрақты түрде математикадан және басқа пәндерден де сыныптан тыс шаралар тұрақты өткізіліп отырады. Құрметті әріптестер, сіздермен де өткізген бірталай шараларымыз, іс-шараларымыз бар және оқушыларымыз біраз жетістіктерге жетіп жатыр. Демек, біз осы математика пәні бойынша білім сапасын арттыру жолдарында тура түзу жолмен келе жатырмыз деген сенімдемін.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен қазіргі баяндамаға қатысты өзімнің пікірімді, ойымды білдіргім келеді. Мақпал Батырбекқызының тәжірибесі аз болғанымен қазіргі баяндамада өте жан-жақты тоқталды. Математика сабағының қиын да қызықты пән екеніне, оны өткізудің дәл қазіргі 21 ғасырдағы алдымызға қойылып отырған мақсат міндеттерге өте жақсы тоқталды. Менің ұсынысым, пікірім, мен ойлаймын, енді бұл жерде көп тоқталу уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Ең бастысы, білім сапасын арттырудың жолдары тек қана дарынды оқушылармен, жас оқушылармен ғана жұмыс істеп, көңіл бөле бермей, мотивациясы төмен оқушылармен жұмысты күшейту керек деп ойлаймын. Өзімнің пікірім, және деңгейлік жеке өзіндік тапсырмаларды көбірек беру керек. Мен өзім жеке пікірім осыған ойлаймын. Одан кейін мотивациясы төмен оқушылар деп қазір айтып жатқанымыз, олар кішкене тыс қалып кетеді. Неден ұжым, сыныптегі бір ұжым деп қабылдайтын болсақ, сәл кішкене көңіл бөлу аз болады. Сол себепті соған кішкене көбірек көңіл бөлсеңіздер деген ұсынысым бар. Рахмет. Енді мен осы Батырбек Мақпалдың бүгінгі баяндамасында айтылғандарына келісемін, және де біздің әдістеме бірлестігінің мүшелері сол айтылған қағидаларды іске асырып жүр деп ойлаймын. Енді оны айта кететінім, мен 5-ші сыныбында 1-ші тоқсанда меніңде 59% болды көрсеткіш. Ал 2-ші тоқсанда 67% болды. 67% болды. Сонда 8-9%-ға жоғары көтерілді. Себебі ол сыныптың жоғары көтерілген, білім сапасының көтерілген себебі. Біріншіден, олар бастауыш сыныптан келгеннен кейін, жаңағы әр мұғалімдерді, басқа олар тек қана бір мұғалімге қарап отырған ғой. Енді әр мұғалімнің методикасы әртүрлі, соған бейімделе алмады деп ойладым 1-ші тоқсанда. Өздері 27 оқушы, содан зерттей келе, мен мынандай нелерді, оқушылардың әрқайсысының көздеріне қарап, не керек екендігін анықтадым деп ойлаймын. Себебі олардың әрқайсысының деңгейлік тапсырмалар беретін болдым, математикалық диктант жаздыратын болдым. Содан кейін ең бірінші бастысы, логикалық есептер көбірек беретін болдым. Қызықты есептер, тақырыпқа байланысты, жеңілден ауырға қаратайын. Бірінші көбейту кестесі. Бұлардың ең қиналатыны көбейту кестесі, бөлу, көбейту, қосу, мысалы көп таңбалы сандарды қосу, азайту, бағанақ қосу, азайту. Міне соларменен көп жұмыс жасадым. Жеке-жеке мынандай тапсырмалар беретін болдым, деңгейлік тапсырмалар. Әрқайсысына жеке-жеке беріп, соларды орындай, олардың мотивациясын арттыру үшін бірден сол жерде бағалап, жарайсың, жақсы, бұдан да жақсы шығаруға қабілетің жетеді деп сондай мадақтамалар айту арқылы қызықтырдым деп ойлаймын. Сондықтан шығар, 2-ші тоқсанда 7-8%-ға, немесе 9%-ға көтерілген деп ойлаймын. Оқушылар бастауыш сыныптан келгендіктен, олар жоғары сыныпқа бейімделу үшін біраз мүмкіндіктер беріп жатты арасында. Оқушылардың қажеттілігіне қарай, деңгейіне қарай, тапсырма түрлерінде деңгейлік беріп отырмыз. Оқушылардың білім сапасы 80%-ді көрсетті 2-ші тоқсан бойынша. Жаман емес деп ойлаймын, бірақ әлі де жұмыстар жүргізуіміз керек. Осы жалпы білім сапасын көтеру жолында тәжірибемізді арттыра берейік осылай. Құрметті әріптестер, бүгінгі сіздердің баяндамаларыңыз болды.
қорытындыға келіп отырмын. Енді Алғай Мақпалдың баяндамасы мектеп бойынша таратылсын. Және сонымен қатар мектеп ішінде математика, информатика пәндері бойынша жетістіктерді әлде көбейту керек деп ойлаймын өзім несім бойынша. Және әр мұғалім бір-біріміздің сабағымызға кіріп әдіс алмасуды жандандырсақ деген ойға келіп отырмын. Және сонымен қатар осы математика, информатика пәндерінің білім деңгейін көтеру. Кейбір сыныптарда өте төмен деңгейде, кейбір сыныптар өте жоғары. Бәрін бір қалыпты келтіру керек деп ойлаймын. Төмендерді қалай орташа деңгейге жеткізуіміз керек деп ойлап отырмын. Сонымен қатар осы пәндер бойынша ғылыми жобаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болу керек деп ойлаймын. Қашықтық дәстүрлі олимпиадаларға қатысу керек. Олимпиадаларда әлі жетістіктер аздау болып тұр. Сонымен қатар дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс туралы көп естілген жоқ. Осыны жұмыстарды да жандандыруымыз керек. Осы математика бойынша ең құлдырап тұрған жеріміз ғой, барлық оқушыларға деңгейлік есептерді, күнделікті логикалық есептерді шығартып үйрету керек. Күнделікті сабаққа қатысуымыз, бір-біріміздің сабағымызға қатысу керек. Және осы жерде айтып кеткім келіп отырғаны Нұрсұлу әпкейдің қуантарлық жағдай. Нұрсұлу әпкей білім сапасы бірінші тоқсанда 59% көрсетсе, екінші тоқсанда 68%. Тура осы Нұрсұлу әпкей жас мамандарға айтқым келіп отырғаны, жас мамандар Нұрсұлу әпкейдің сабағына қатысып, өздерінің білімдерін шыңдасын деген ойдамын. Жаңағы Мақпалдың баяндамасында өзіне түртіп алып кеткен жеңілден қиынға деген тапсырмалар ұнайды. Деңгейлік тапсырмалары, осы тапсырмаларды көп орындауымыз керек. Сондықтан Алмас сіздерге көптеген сабақтарға қатыссын. Енді апта сайын әрқайсымыз 2-3 сабаққа қатысса, бір-біріміздің білімімізді шыңдаймыз деп ойлаймын. Рахмет, тыңдағандарыңызға.